Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай керемет бөрек дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, рецепт скринда алыңыздар және де біз бастаймыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: қайнатылған немесе қуырылған картоп, тұз бен бұрыш, ұн, бір жұмыртқа қажет болады. Осылай қайнатылған картопымызды езіп алатын боламыз және де үстінен тұз бен бұрышымызды сеуіп жақсылап араластырамыз. Ұнымызды осылай електен өткізіп салып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Каналға міндетті түрде жазылып кетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Және бұл рецептпен жасап көріңіздер. Жұмыртқамызды салатын боламыз. Бір келкі тесті дайын болғанша осылай араластырамыз. Мінекей бізде осындай дайын болды. Енді осыны формаға келтіріп алатын боламыз. Сіздер өздеріңіздің қалаған формаларыңызға келтірсеңіздер болады. Жұлдызша немесе дөңгелек, өз қиялдарыңыз бойынша. Мен осылай кесіп аламын. Және де ең бастысы, бұл тамақты балалар сүйіп жейтін болады. Осылай формаға келтіріп аламын да, қызып тұрған табада кішкене май құйып қуырып алатын боламыз. Нәтижесінде бізде осындай бөректер дайын болды. Өте дәмді, өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер жасап жатсаңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Үлкен рахмет көргендеріңізге. Ас болсын.